Сәлем әлем, Караван Кизет медиа порталында жаңа подкаст, жаңа сұхбат. Эфирде мен Ғалымжан Сәңкібаев. Бүгін біз емшілік туралы, емшілік қасиет туралы сөйлесетін боламыз. Бүгінгі менің қонағым спикер, халық емшісі, парапсихолог, Қазақстан халық емшісі Ақнұр Тойбазарқызы. Олай болса, біз бастаймыз. Ақнұр апай, алдымен сұхбатқа келіскеніңізге рахмет, алғыс білдіремін. Бүгінгі подкастқа келіскеніңізге рахмет. Ең алғашқы сұрақ. Алғаш емші екеніңізді неше жасыңызда түсіндіңіз? Саламатсыздар ма? Мені студияға шақырғандарыңызға көп рахмет. Алғаш емші екенімді мен 7 жасымда, есімде қалғаны 7 жасымда байқадым. 7 жасымнан бастап, аузы дуалы дей ма, қазақта қалай айтатын еді. Аузым дуалы болды ма, айтқан нәрсемнің бәрі келіп отыратын. Ол кезде баламыз, мән бермеймін, түсінбеймін ондай жағдайды. Сөйтіп, бұл ерекше қасиет деп те айтамыз ба, қалай айтамыз, ерекшелік. Сол ерекше жағдайымды сол кезде байқадым, ерекшелігімді. Одан бері міне неше жылдар өтті, одан кейін студент кезіміз болды, мектеп бітірдік, студент болдық. Сол кездерде де қасымдағы құрбы құрдастарыма және әйтеуір сезгенімді айтып отыратынмын. Сосын біреудің басы ауырса, біреудің белі ауырса деген сияқты қолыммен ұстап сипалағым келіп тұратын. Солай басталды. Негізі бұл қасиет 7 жасымнан бар деп есептесек болады. Бұл қасиет сізге кімнен дарыған? Бұл қасиет енді ерекшелік, барлық адам қасиетті ғой, жалғыз емшілер ғана қасиетті емес, Алланың жаратқан барлық пендесі қасиетті. Енді біз ерекшелік деп айтайық, бұл ерекшелік менің нағашы жағымнан бар екен. Нағашы жағымда үлкен қари молдалар, емшілер болған екен. Сол замандарда жаңағы телефон жоқ, связь жоқ, біреудің ауырып жатқанын сезіп, барып, демін салып беріп, сөйтіп сондай жағдайлар болған екен дейді, менің аталарым болған екен. Бірақ менің әкем жағынан да бар, екі жақтан да бар. Яғни нағашы жағымнан да, өзімнің туған жұртымнан да бар. Түсінікті. Күніне қанша адамды емдейсіз? Ем берген кезде өзіңіз қатты шаршап қалмайсыз ба? Адам қабылдағанда ол әрбір адамды Алла тағала өзі кімге қай жерден шипасын нәсіп етеді, сол адамға өзінің емшісін кездестіріп отырады. Емшінің алдынан келген адамның бәрі жазылып кету деген ол қате пікір, әрине. Алла сәтін салса, кімге емін шипасын жазса, кімге нәсіп етсе, сол бұйырса емі, сол адамға өзі ем қонады. Күніне қанша адам болғанда ол бұйырғаны болады. Кейде бір адам болып қалуы мүмкін, кейде 2-3 адам болуы мүмкін, кейде одан да көп болуы мүмкін. Бұйырғанына қарай. Ақыңыз қанша? Халықтың қалтасы көтере ме бұны? Ақы болғанда емшінің әрбір нәрсенің өзінің ақысы болу керек. Емшінің де ақысы бар. Өйткені хадисте де айтылған, дем салғанның ақысын сұраңыздар, алыңыздар деген. Яғни бұл жерде емнің түрі, қай емнің түрі болса да, әрбір емнің ақысы болу керек. Ақысы енді ондай қымбат емес, халықтың қалтасы көтерімді, қол жетімді. Өзіңіз емдеген бір ерекше науқастар туралы айтып берсеңіз. Өзім емдеген ерекше науқастар туралы айтатын болсам, менің көбінесе емдейтінім әйел адамның аурулары, яғни әйел адамдардың стресске түсу жағдайлары, депрессия және жыныстық орган дейміз ғой, жалпы әйел адамның аурулары. Сіздерге, осы емшілерге көп сенбей жатады, медицинадай болмайды деп айтып жатады. Бұған не айтар едіңіз? Емшілерге сенбейді, медицина қазір бізде өте дамыған, менің ойымша өте жақсы дамып келе жатыр, өте жақсы білікті дәрігерлеріміз бар, өте қарқынды дамып келе жатыр десе де болады. Енді әрбір науқас, ем іздеген науқас
өзі жан-жақты іздейді ғой. Адам өзі жаны қысылғанда, ауырып ем іздегенде бармайтын жері, баспайтын тауы қалмайды. Адам өзі медицинаға да барады, әрине бірінші. Одан кейін емшілерге де барады. Не жазып берсе де, не оқып берсе де, не берсе де соны тұтынып, соған сеніп, барлық ықыласымен ем қабылдауға тырысады. Өйткені адам өзінің шыбын жанын сақтағысы келеді, денінің сау болғанын қалайды, науқасынан жазылып кеткенін қалайды. Сол үшін адамдар әрине іздейді. Бірақтан да бұл жерде ең әуелі айтатынымыз әрине Алла емді қанша ауру берсе де, 99 ауру берсе, соның 99 емін шипасын беретін Алла. Алла кімге нәсіп етті, қай жерден бұйыртты емін, сол жерден жазылып Алла қаласа шипасын табады. Бірінші медицинадан да болуы мүмкін, ол бір дәрігер дейміз ғой, врачтан да жазылып кетуі мүмкін, емшіден де жазылып кетуі мүмкін. Ол енді әрине Алланың нәсіп еткені, кімге шипасын береді, қай жерден береді, оны бір Алла біледі. Қазіргі кезде онлайн емдейтіндер де шықты. Адамды көрмей онлайн емдеу қаншалықты мүмкін? Онлайн емдеуге келсек, әрине біз онлайн емдеуге мәжбүрлі түрде келдік десек болады. Өйткені пандемияға байланысты әрине осындай жағдайға түстік. Онлайн қарауға тура келді. Онлайн қарау дегеніміз видеозвонокпен немесе жаңағы телефонмен WhatsApp желісі арқылы науқаспен тілдесу. Онлайн әрине емі қонады, онлайн емі қонама деп сұрап отырсыз ғой. Әрине емі қонады. Егерде ол адам шын ықыласпен, шын ниетімен бір Алладан тілеп, дайын болып емге дайын отырса, және емшінің де ықыласы тура болса, екеуінің де әрине емі Алла қаласа қонады. Алла қаласа әрине. Онлайн қаралу енді сізге мысалға қазір көбінесе онлайн болғанда сізге мысалға дуа жасалды дейік, например, мысалға. Сол дуаны ол адам сізден барып, мен саған дуа жасайын деп едім деп сұрамайды ғой. Сіздің барып сыртыңыздан, фотоңыз арқылы, киіміңіз арқылы, мейлі бір затыңыз арқылы болсын, сыртыңыздан жасатады. Сиқыршы дуакештерге барып, сыртыңыздан жасатады. Сосын сіз ауырып, жаңағыдай дуаның салдарынан қиналып, ауырып бастайсыз. Сол уақытта емші адам сізді де сыртыңыздан оқыған, Құран сүрелерімен дем салған, оқыған, әрине сыртыңыздан болғанда видеозвонок қой, енді бұл жерде сізді көріп отырып дем салады ғой. Сонымен сізге де әрине Алла қаласа емі қонады, шипасы болады, Алла қаласа, иншаллах. Өйткені Құран барлық аурудың шипасы Құран арқылы түскен, яғни сүрелермен оқып дем салғанның оның пайдасы болмаса зияны жоқ. Сол үшін онлайн емге біріншіден біз мәжбүрлі түрде келіп отырмыз, жалпы емшілер қауымы деп айтайық. Екіншіден Алла қаласа әрине шипасы болуы керек. Қырғызстан президенті ковидті, коронавирусты емшілердің арқасында тез емдеп шығамыз деп хабарлаған болатын. Қырғызстан халқына, Қырғызстанның емшілерінен тіпті көмек сұраған болатын. Мен бірнеше Қырғызстанның сайттарын оқыған кезімде. Енді сұрақ, бізде де солай жасау керек емес пе, қалай ойлайсыз? Ковид енді емшілердің арқасында тез емдеп шыққан деген көзқарасты мен. Әрине ең бірінші дәрігерлердің емі керек. Вакцинасы бар, уколы бар дейміз. Әрине медициналық ем бұл жерде ең басты орында. Ковидке келген жағдайда барлық емнің түрінде де медицина әрине бірінші орында. Екінші орында әрине емшіні адам, науқас жан дүниесін, емшілік жалпы жан дүниесін емдеуге. Сосын ковидтен мысалға адам стресс алады ғой, сол стресстен кейінгі салдарды емдеуге, психологиялық жағдайын реттеуге, сол несінде әрі дем салса, әрине ол да шипа. Яғни ковидті тек қана емшілердің ем-домымен ғана
емдеп қоймай, әрине екі жақты қаралған өте дұрыс. Мен дәрігер-наркологтан сұхбат алған болатынмын осыдан біраз уақыт бұрын. Ол кісі маскүнемдікті емші арқылы емдеу мүлде мүмкін емес деген болатын. Ал сіз маскүнемдіктен емдеп көрдіңіз бе адам баласын? Жалпы маскүнемдікті біреудің маскүнемдігін біреу барып емдеп, оны жазып, айықтырып жіберу деген өте қиын жағдай, сирек кездесетін жағдай. Өйткені маскүнем адам өзі саналы түрде өзі қоямын, мен арақ ішкім келмейді, мен шаршадым, маған көмектессінші, көмегі бола ма екен деп өзі ізденген жағдайда ғана, әрине өзі дайын болғанда, өзі қалаған уақытында, шын ниетімен маскүнемдіктен құтылғысы келген жағдайда, әрине емшілердің шипасы тиеді. Ең бірінші, әрине маскүнемдікті тек қана өзінің әрбір істің өзінің маманы емдеу керек. Соның ішінде маскүнемдіктің өзінің мамандары, наркологтар бар, психотерапевттер бар. Солар өздері әрине емдегені дұрыс. Маскүнем адам ең бірінші наркологқа қаралғаны өте тиімді әрі дұрыс жолы. Одан кейін барып, өзінің маскүнемдіктің, мен айтар едім сізге, ең бірінші маскүнемдіктен құтылудың жолын емдеуге, ең біріншіден оның причинасын емдеу керек. Яғни причина деген сөз маскүнемдіктің ең бірінші маңызды факторы жаңағы адамның неден күйік болады өзі. Өзі адамның ішінде кез келген адам маскүнем болып кете салмайды. Мейлі ол еркек кісі болсын, мейлі әйел адам болсын. Өйткені олардың ішіндегі бір факторларға байланысты, адамның басынан өткен бір стресстік жағдайларға байланысты, немесе бір жағдайларға байланысты адам ішкілікке салынады. Соның ең причинасы дейміз ғой, дертін табу керек бұл жерде. Дертін емдеген жағдайда ғана ол маскүнемдіктен айығуы әбден мүмкін. Бұл емшілерге байланысты айтып отырғаным. Енді мен жалпы бүкіл емшілерге жауап бере алмаймын. Жалпы мен өзіме ғана жауап берсем, маскүнемдіктің ең бірінші тәуелділігін түсіну керек. Оның қандай жағдайда маскүнемдікке салынған оқиғасынан бастап, сол моменттен бастап емдеу керек. Сол кезде ғана барып, оның күйігі басылған жағдайда, оның жан дүниесі тынышталған жағдайда адам маскүнемдіктен айығуы әбден мүмкін. Жалпы маскүнемдікті екі жақты емделген өте тиімді. Ең бірінші әрине медицина, нарколог мамандар, әрине одан кейін емшілер. Емшілер жан дүниесін, тыныштығын, психологиясымен жұмыс істейді. Ақнұр апай, сізге көп рахмет. Бүгінгі сұхбатқа келіскеніңізге, подкастқа келіскеніңізге көптеген жауап алдым өзіңізден. Алғыс білдіремін өзіңізге. Ақнұр Тойбазарқызы, бұл кісі бізде Қазақстанның халық емшісі, парапсихолог, көптеген жандарды емдеп жүрген кісі. Сондықтан да бұл кісіге, Ақнұр апайымызға үлкен алғысымды білдіремін. Сіздермен бірге болған мен Ғалымжан Сәңкібаев және Караван Медиа порталы. Караван әрдайым жаныңыздан табылсын.